Ассалаумағалейкум. Ой түрткінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 1 шілде сейсенбі, тақырып тағы да Украина соғысы жайында. Украина қарулы күштері Донецк және Луганск қалаларына қанатты зымыранмен соққы жасады. Ресей бақтарының мәліметінше, екі қаланың бірқанша өңірінде ауқымды өрт шыққан. Кеше Ресей қорғаныс министрлігі біз Луганск облысын толықтай өз бақылауымызға алдық деп мәлімдеді. Әрине, Луганск облысы 2014 жылдан бастап соғыстан көз ашпай келе жатқан аумақ саналады. 2022 жылы Ресей қарулы күштері Украинаға басып кіргеннен кейін бұл өңірде қанды шайқас басталды. Осы жылдың басына дейін Ресей күштері Луганск облысының 97%-ын басып алғанын мәлімдеген болатын. Енді міне Ресей күштері сол Луганск облысын әкімшілік шекарасы бойынша толықтай басып алдық деп мәлімдеді. Бірақ Украина тарапы бұл жөнінде ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Әрине, соғыс жүріп жатқан тағы бір аумақ ол Донецк облысы. Донецк облысында Ресей күштері әлі толық әкімшілік шекарасы бойынша басып алып болған жоқ. Өткен жылдың соңында батыстың соғыс зерттеу институттары Ресей, Донецк, Луганск, Запорожье және Херсон облыстарын әкімшілік шекарасы бойынша басып алу үшін әлі кемінде 1 жыл соғысуы керек. Бұл соғыс барысында Ресей 150 мың сарбаздан айырылуы ықтимал деген болжам жасаған болатын. Жалпы қазір Ресей күштері Донецк облысының 85%-ға жуығын бақылауға алдық деп мәлімдейді, бірақ Украина тарапы мұны жоққа шығарып отыр. Ал Херсон облысының жарты бөлігі әлі де Украина қарулы күштерінің бақылауында. Сондықтан да Ресей қазір Херсон және Запорожье, Донецк облыстарын әкімшілік шекарасы бойынша басып алу үшін осы төңірекке әскерін топтап Қызыл қырман соғыс жүргізіп жатыр. Ресей мен Украина арасындағы келіссөзде Ресей тарапы Украинадан аталған 4 облысты әкімшілік шекарасы бойынша босатып беріп, Украина әскерлері шегінуі керек деп санайды. Ал Украина болса, шығыстағы 4 облысты ешқашан Ресейдің жері деп мойындамайтынын үнемі айтумен келеді. Ресей күштері сонымен қатар Харков және Суми облыстарында да майдан ашты. Қазір Харков облысының 3-4%-ын, Суми облысының да бір қыдыру аумақтарын Ресей бақылауына алған көрінеді. Ресей осы облыстардағы маңызды стратегиялық қалаларды басып алу үшін бұл өңірге әскерін біраз уақыт болды топтағалы, енді қазір ауқымды шабуыл жүргізіп жатыр. 29 маусым күні Ресейдің Украина даласына 537 ұшқышсыз ұшақ және зымыран атқанын айтқан болатынбыз. Бұл соғыс басталғаннан бергі рекордтық көрсеткіш. Ресей күн құрғатпай Украина даласын ұшқышсыз ұшақтармен және зымырандармен атқылап жатыр. Украинада Ресей күштерінің маңызды базасы саналатын аумақтарға да соққыларды жасап жатыр. Бірақ өткен кездегілермен салыстырғанда Украинаның ұшқышсыз ұшақтарының саны да біршама аз көрінеді. Дегенмен кейбір әскери сарапшылар Украина қарулы күштері маңызды әскери операцияға дайындалып жатқан болуы мүмкін. Яғни Ресейдің 5 бірдей әуежайына сәтті соққы жасағаны сияқты Украина бір жолда қамтып алуды көздеп, ақсақтың аялын бағып отыруы да ықтимал деген болжамда айтылып жатыр. Жалпы қазір Ресейде атты алыс қайдап соғысты ұзаққа созуға белшеше кіріскендей, ал Украина қазір ақш бастаған батыс елдерінің көмегін қанша күткенімен ақштан келетін көмек болмайтын секілді. Сосында Украина НАТО-ға мүше басқа мемлекеттерден көмек алуға барынша тырысып бағуда, бірақ ақштың көмегінсіз Украина тек Еуропа елдерінің НАТО-ға мүше басқа да мемлекеттердің көмегімен Ресей әскерін өз аумағынан толық қуып шыға алмайтын секілді. Сосында Украина президенті Зеленский батыс елдерінен Ресейге болған санкцияларды арттырып, Ресейді келіссөз үстеліне отыруға мәжбүрлеу керек деп тағы да мәлімдеме жасады. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.